Саламатсыздар ма, құрметті оқырмандар, оқушылар. Есімім Дылмұрат, математика пәнінің мұғалімі боламын. Бізде бүгін керемет бір есеп, олимпиада есептерінің бірі. Енді бұл есеп мұғалімдер үшін олимпиадада кездескен есепте екен, оқушыларға да пайдасы тиеді деген ойдамын, себебі осындай типтегі есептер келуі мүмкін. Енді берілген бірінші деп жазып қойдым, бірінші теңдеу үшін кез келген x және y бүтін сандар үшін осы бірінші теңдік орындалады, және f1 тең 0 екені белгілі болатын болса, f20-ны табу керек бізде. Енді шешуін жазайын. Берілген осы теңдік. Егер x және y-ті 1 деп алатын болсақ, ол кезде бізде пайда болады. X және Y-тің орнына 1-ді қоятын болсақ, бізде мынандай теңдік пайда болады. Енді бұл жерде теңдіктің сол жағы f1-ге 1-дің қосындысы f2-ні берсе, бізде мынаның орнына 0-ді жаза аламын. Себебі берілген. Мына жерге де 0-ді жазамыз, және 12-ден 3-ті азайтатын болсақ, ол кезде 9 шығады. 9 шығады. Сол кезде бізде пайда болатыны f2-міз 9-ға тең. Дәл сол алгоритмді жалғастырайық. X және Y 2 деп қарастыратын болсақ, бізде пайда болады. Мынандай теңдік пайда болады. Мынандай теңдік пайда болады. X және Y-тің орнына 2-ні қойсақ, және f2-міз ол 9 екенін ескерсек, және мына жерде 9-ға тең екенін ескеретін болсақ, бізде пайда болады. f2-ның қосындысы 4 екен. 9 бен 9 және 48-ді қосып, 3-ті азайтқанда 63 болады екен. Енді дәл сол алгоритммен f20-ға дейін жетуіміз керек. Біз x және y-ті 4-ке тең деп алатын болсақ, және бізде f8-ді табуға болады бұл жерде. f4-тің орнына мен жазалам 63-ті. Мына жерге 63-ті жазалам. Мынамыз 8 екені белгілі. f8 екені. Мына 63 екені белгілі. Жазайық. Сол кезде бізде пайда болады 315 деген мән пайда болады. Енді тапқандарымыз 9, 63, 315. Ендігі x-тің орнына 2 және y-тің орнына 8 деп алып, яғни біз мынандай түрлендіріп кетейік. Бұл жерде мынауын соңға тең бізге табу керек. f20-ның мәнін, соны табу керек. Біз 10-ды тапсақ, және 10-ды 2 еселесек, сонда шығады. Енді мынаның орнына мен жазалам 9-ды. Мынаның орнына 315-ті жазаламыз. Сол кезде есептеп қойсақ, f10-ымыз 513-ке тең екен. Енді x және y тең 10 деп алатын болсақ, және x және y-тің орнына 10 деген сандарды қоятын болсақ, мұны берілген теңдікке, сол кезде бізде пайда болады. f10-ымызды білеміз. Бізде қанша екені белгілі? 513, мынада 513, және мынаның көбейтіндісі 1200 екені белгілі. Сол кезде есептеп жіберсек, бізде пайда болады 2223 деген. Сонымен есептің жауабы шықты. Жауабы 2223. Тыңдағандарыңызға рахмет. Сұрақтар болса комментарийді қалдырамыз. Сабақ ұнаса лайк басып қолдау көрсетіп отырайық.